Ассалаумалейкум. Құрметті жігіттер, көрермендер, телеведущий сияқтысың. Яндекс грузовой күнделіктеріне қош келдіңдер. Ат шығарып алсаң. Бірінші заказымызды алдық. Сонымен кетіп бара жатырмыз. Бағасы 3300 ба сондай. Сәттілік тілеп қойыңдар, өздерің астарын дәмді болсын. Кешке қарай жатып, диванда жатып көріп жатсыңдар ма? Онда бүйтіп лайк басыңдар. Базар жоқ. Кто ты, воин? Не твой уровень, дорогой. Лайфхак. Зачем? Замокқа басында ұртып не аласың? Алды, қой сал. Так, друзьяшки, достар. Жана бірінші заказды апарып түсіруді ұмытып кеттім. Жас келгеннен кейін ұмытшақ боласың, ұмытып кетесің. Так что ренжімеңіздер, оның бағасы 3200 теңге болды. Яндексте бір ақаулықтарға байланысты мені доставкаға шығарып жүрген. Мен оны қарамай алып алдым. Енді бір Данияр деген жігітке тамағын алып бара жатырмыз. Данияр, көріп тұрсаң, сен ақмақсың ба? Грузовой шақырғанда мынандай кішкене тамаққа мопедпен жібересің болады еді. Сол, қазір бұны апарып тастайын, содан кейін Яндекске звондап, жаңа доставкалерді өшірткізейін. Бәсе, бір ресторанға келіп тұрмын, өзімше болып сыртында тұрмын кәдімгі. Маған апшық береді жады, сөйтсем ішіне кіріп алып кету керек. Мен барып кірсем бір ауыр зат деп ойласам, 3 пакет тамақ беріп тұр. Мен тамақ ішіп шықтым деп айтайын десем, заказ екен. Әзіл ғой, қабыл алып отырыңыздар, әзілден. Доставканың құны 4260 Ақкент. Екінші заказымызды бітірдік. Жаңа доставка тарифін өшірткізіп тастадым. Кеттік ары қарай. Үшінші тапсырыс алдым. Барахолка районның жаңағы доставкаларын бәрін өшіргеннен кейін кішкене жүріп қалдық. Қазір сол барахолканың төмен жағына қарай түсіп бара жатырмын. Қазір көреміз қандай заказ екен. Достар, сіздер подписканы күшті қылып жасап жатсыздар. Рахмет сіздерге. Сіздерге арнайы өзім былай лайк басамын. Түсіріп бастаған кезде бір азақ еді, бір 50 дейм ба, сонда уже 110 ба, 109 болып тұр қазір. Рахмет. Девушка из города Караганда дейді. Так, на заказ бітірдік. 3030 теңге болды. 500 тұрой жүрек. Бір завод қандай токарный станок алып келдім. Так, табыс 8200 теңге. Чё там, родной, дышь? Ана жерде бір коллега тұр. Давайте, родной. Сол. Кеттік ары қарай жұмыс жасаймыз. Дерзко. Шлагбаумды ашып жібересіздер ме? Так, сұрақтарға жауап беріп кетейін. Өткенде видеолардың астында комментарий жазған екен. Қандай машина дейді? Chevrolet Damas. 8 литрлық менің тұлпарым. Салонда 4.190.000 теңгеден сатып алғам. Өзінің ақшасын өзі жауып. Мен бітті өшіп. Тағы да бір брат сұрағын жазған екен. Сұрағын болғанда информациясымен бөліскен екен. Шымкентте комфортта бұндай таппаймын ғой. Енді менде адам тасығам. Шыны керек, мұнамен бір 2-3 заказ жасап, сол адам тасығанның бір 10 заказға барғанның ақшасы бірдей шығады. Соны мен де білдім да. Білгенде машинамды Toyota Wind'імді қинағым келген жоқ ондайға. Қимадым, короче. Ойлап едім андай. Кішкене
көректі адам тасып. В общем, кішкене нерв шыдамайды ондайға. Бір кісілердің әңгімелерін тыңдап, что вы дверь не открываете, почему машина пахнет куревом, темекісіз кетті машинадан деп. В общем, бүйтіп тырысып қаласың да, түсті кетшеді. Таңнан кешке дейін қанша табыс табуға болады деген тағы да бір комментарий жазылған екен. Мен өзім бір 50-ден асырып шығарып жүргем. Қолым бос кезде, там прям желание урт тұрған кезде азанмен шығып 9-10 сағат жұмыс істеп 57 мың ба сондай істеп жүргем. В общем, 50-ден асады в любом случае. Комиссиясынан бөлек 57 мың теңге шығарасың. Сол, давай бәрін дама салыңдар. Дама сход кірісаяқ деп өзіңе клуб ашып аласың ба. Сол, ендігі ойды тағы бұда бір 2-3 алып қойсам. Ош, әңгімең дерске болсайын бала. В общем, сондай. Айтады ғой, әрекетіңе берекет дейді. Әрекет бізден, берекет Алладан. Сондықтан да не жұмыс жасасақ та абыроймен. Ой, ба, не дейді? Мынандай сөздерді қайдан білем мен? Сол, жұмыстарымызды тыңғылықтағып істеп жүрейік. Қазір сағатымыз деген 2:30 болды. Ары қарай заказдарды іздейміз. Бүгін дүйсенбі, понедельник. Базар автозапчастьтар істемейді, өйткені демалыс өздерінше. Сол, негізгі заказдар солардан түсетін. Қазір көреміз, енді қаланың ішіне қарай шығып көрейік. Бүгін қаланың ішінде бір переезд, анда-мында апарып тастау болса, сондайларды көру керек. 4-ші заказ келіп түсті. Жаңа бір жерге кіріп шығып едім. Қайтып шығып келе жатсам, заказ келіп тұр. Грузовой дейді, 1700 коэффициентпен. Барайық, көрейік. Коэффициент деген, ол мысалы бағаға қосылатын тағы да ақша ғой. Мысалы 2700 теңге болса, 1700 теңге плюс үстіне тағы қосылады. Повышенный спрос тұр. Сол, кеттік, давайте. Міне тағы бір заказ, достар. Мебель. Соны әкеп тастадық. Қазір бағасын көрсететін болам. Қанша шыққан. Так, мебельдеріміз түсіріп алды. 5850 шықты. Ой, 4850. 5000 теңге чай берді. Міне, заказдың өзі 2900, ожидание 140. Повышенный спрос, жаңа коэффициент деген осы. 5 деп қойсам жерге. Кеттік, 4-ші заказ бітті. Бүгін понедельник, бүгін дүйсенбі. Сондықтан да заказдар кішкене андай аралары алшақ болады да. Кеше шығым керек еді, кеше жұмыстар болды да, содан шығылмам. Сол себепті бүгін типа отрабатываем. Негізі мен сөйтіп дүйсен бүгін демалатын ем ғой. Жексенбі, сенбі жұмыс жасап, дүйсенбі демалыс. 6-да бір графикке кіріп ағасың. Бастығым жақсы, өйткені бастығым мен өзім. Любой кезде сұранып кете берем. Бастықпен общение дерскі, короче. Сол. Сіздер бұлай қарап отқан кезде лайк бассаңыздар, оп, оңай ғой. А так бәрін тигірсіңдер осыңдар, білесіңдер ма? Все, давайте. Тағы бір заказ келіп түсті. Безналичный дейді. Қаланың ішіне жүрсем постоянно безналичный болады. Сондықтан қазір бізге разворот жасау керек екен. Міне, разворот десем бұл ибан. Басқа жақты көрсетіп тұр. Мына заказбен жаңа телефонмен звондап сөйлестім. Қалайсың, қалай деп.
не екен? Мопед. Анда-санда сондай мопедтер түсіп қалады грузовойға. Мопед бұзылып қалады. Былайынша айтқанда, в общем, мопедтің эвакуаторымыз ғой. Жігіттер, что там, үлгермейді? Ну ладно, десем. Посылка вручида. 5090. В общем, жігіттер, мопед жөндетуге келді ғой. Мопедтегі жігіттерді шығарып салып атсам, тағы бір заказ келіп тұр. Бәрекелді. Кеттік. Қазір қанша баға болады? Қандай, бірақ коэффициент көп беріп тұрған жоқ. 300 плюс 300 болып тұр енді. Бірақ енді заказын өзі де 4 мыңнан аса жүр. Мен мынандай алғым келіп жүрмендер ғой. Осындай айдайтын кісілер бар ма? Былайынша айтып беріңдерші. Чо, как там? С кем там, где там деген сияқты ғой. Қанша табыс табуға болады оның күнделікті. Алып арендаға беріп қойсаң қалай ол. Жалпы әңгіме айтайық та. Комментарийде ше. Әңгімеден жібермедік па, ағайын. Әне Toyota Windom кетіп баратыр. Қой, мына жерден бұрылады екенбіз біз. Ары қарай жүреді екенбіз. Оба. Сол, іштерім пысқан жоқ па? Видеоны әтей қысқа түсірем. Сіздердің іштеріңіз пыспасын деп. Жаңа, в общем, мопед айдайтын жігіттердің әңгімесін тыңдап келе жатырмын ғой. Неше түрлі заказдар болады дейді. Доставкада енді курьер болып жүргеннен кейін көп қызықтар болады дейді. Жаңа біреусін айтып беріп жатыр. Секс-шоптан заказ келіп жатыр дейді ғой. Секс-шоп деген үшін YouTube жауып тастамай жүрмін мені. Секс-шопты айтпайын деп 3 рет айтқан жүр. Соң бардым дейді, барсам дейді, қара, ұзын не беріп жатыр дейді жаңағы. Ну, не ше, андай түсініп түсіндір ғой. Соң нені жаңағы адреске апарып квартирасына есігін тақылдатсам дейді, ішінен бір жас жігіт шығып тұр дейді ғой. Адамдар не болып баратсыңдар, Или мүмкін колбаса заказ бердім екен, жеуге қоясың жаңағы. Сол, общем, әңгімелерін қызықтап, мопедте жолда қысып кете беретін ағайындар бар екен. Енді ол әркім өзінің шаруасы ғой, бірақ енді барынша түсіністікпен қарайық. Енді жаңадан айдап жүрген балдар болғандан кейде дұрыс жасайды, кейде бұрыс жасайды. Сондықтан мопед көрсек сыйластық болсын. Әйтпесе байқұстар күннің суық, жаңбыр демей ақша тауып жүрген адамдар бар. Бірақ енді ішінде бар енді бір персонаждар бар, который нарушать етіп, наглеть етіп, ортаға кіріп шығып өздерінен табатын ше. Сол достық, махаббат, байлық болсын, сол үшін далаға алып қойық дейсің. Так, тағы бір заказға келіп тұрмыз. Мынандай бір зданияның жанындамыз. Так, бұл заказды алып алдық. Сатпаева Мираға барамыз. Мира. Жоқ, Дзержинский. Дзержинский Сатпаева. Сол жаққа барамыз. Бір машина гүл. Машинаның ішінде иіс аңқып тұрғанында. Все. Заказ тапсырдық. 3240 теңге. Жақсы, бүгін күшті болып тұрған, понедельник болса да. Ал. Дальше больше дейді. 5 қойып қояқ. 20 мың. 6 заказда. Так, бүгіндікке болды ғой деймін. Өйткені что-то заказдарда тыныш болып қалды. Енді түсінуге болады, бүгін дүйсенбі. Базарлар істемейді, ешкім заказ ештеңке бермейді. Сондықтан үйге қайтамыз. Домой деген функциямен үйге қарай қайтып бара жатырмын. Ол функцияны қосқан кезде
үй, мысалы үйдің районына жақынырақ жерге дейін бір заказдар шықса, соны іліп жібереді. Сонда сен үйге просто бесплатно емес, ақша жасап қайтасың да барып. Так, топливо расходпен 3000 теңге құйғам, әлі бар. Бір делениядан сәл төмен тұр. Сол сәттілік, барлықтарыңызға көргендеріңізге рахмет. Сендер лучшийсыңдар. Сендер мүздіксіңдер, тигрлар. Деңдерші. Қой, ертең жолыққанша. Давайте.